Йоу, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Гаухар G каналы достар. Бүгінгі видеода бізде Майнкрафт емес, бүгінгі видеода бізде Roblox, себебі менде Майнкрафт жоқ. Я өшіріп кетті. Ал енді біз Roblox'тан видеолар көп шығаратын боламыз. Бүгінгі ойында бізде Taxi Boss. Мен Taxi Boss'ты ойнағам бұрынғы аккаунттарымда, қазір мен бастан бастайын деп жатырмын. Бірінші, қандай анимация жақсы? Менің ойымша мен Hyundaiға үйреніп қалғам, сондықтан Hyundai'ды таңдай салайын ба? Әлде жаңадан шыққан Naztur Altima деген машина таңдап көрейікші. Міне осы машина екен. Жаман көрініп тұрған жоқ. Қазір көреміз. Ал бірінші біз машинамызды бүйтіп шығарамыз. Білмеймін, обновление болған шығар, мен білмедім. Мен бір жылдай болды ойнамағаныма. Қасын артына тұрған мен. Жақындап кеп сөйледі, даусың естілмейді. Артына тұрған менмін. Ал біз бастадық. Біздің жұлдызымыз 2-де 2 екен. 2-де 2 жұлдызға 1-де 5 деген адам жарайтын шығар. Ал біз бұл адамды алдық. Гараждин екен бұл. Гараждиндар көп ақша бермейді, если что. Қазір біз... Ой. Үшін 5 көрдім. Жолар ұрлықша. Жақын сөйле, даусың естілмейді етпесе. Вообще. Үшін 5 деген ұрлықшы тауып алдым, достар. Я, ал бұл жерде ұрлықшылар бар, больницалардан адам тұрып больницада. Олар көп береді больницада алашы, короче. Ой, я тоқтайтын қақпет. Достар, мен Roblox'ты қатты үйренбегенмен тебе басқа управлениеде ойнап үйреніп қалдым. Ал мен қазір сіздер үшін ойнап жатырмын. Досын үшіш не шөтеді қазір. 130 теңге берді, және бір планк дейді, бір таяқ бар, бәле берді. Ал біз наяқтан қазір дауысын өшіріп тастайықшы. Қай жерде единсіз скоростың? Бізге ондай не емес, настройки емес. Бізге басқа жоқ па не дауыс өшіретін. Жарайды, дауысын былайына өшіріп тастай салайын. Ал енді келесі адамдарға біз көшейік. Біздің жұлдызымыз 2-де 2, мынаққа адам табылар ма екен? Бірде 3 жұлдыздағы 3 адамды көріп қалдым. Анекті полиция аударылып жатыр, қарасаңыздар. Ал мен бұны қараңыздар, полиция аударылып жатыр. Мен камера көрдімсем болды, мен қолайды, достар. Если что, құра тұрмай арнағадырге лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің лайк басқандарыңыз маған да керек. Сіздердің көрген сайын менде қуанамын. Біз кәдімгі алыс жерге барып жатыршы. Бұрылыс. Мысалы, кейбір адамдар түп-түзу жерге барады, сол адамдарды жақсы көремін. Бұрылыс адамдарды жақсы көрмеймін. 1-де 8-ден түсіріп алдық ба? Я, 1-де 8-ден түсіріп алдық. 3 адам 236 теңге берді. Неге? Қараңыздар, мына аяқты 786 метр жүрдік, 39 секундта бардым. Енді қараңыздар, үшеуіне 2 адамға $40, біреуіне 100 бір бәле. Әйтеуір, бізде 2-2 аяқта бар ма? Аяқта кілем байлар ғой. Бізде 1366 теңге жиналып қалыпты. Гарольд сөйлеп жатыр екен. Отличная работа, доставьте еще один клиент, пожалуйста, дейді. Біз қазір бір клиентті апарып тастаймыз, одан кейін бір нәрсе деп қоятын шығар. 5-те 6, неге аяқта көп жұлдыздар. 1-де 7-ні тауып алдым. Дулатқа 3786 теңге берген, my god. Кайф қой, 3000-нан берсе рахат қой. My god. Одан біз мынау 3 адамды ма гараждендарды апара жатырмыз. Ой, былай бұрылдық. Ал достар, 99 ночей в лесу, 90 дней ночей в лесудан видео шыққаны қаласаңыздар, осы видеода егерде 300 просмотр, одан 300 просмотр қанша лайк болсын? Мақұл, мен көп десте алмайым, 50 лайк и бір 10 комментарий болса, 90 дней ночей в лесу, 99 күн орманда өмір сүріп көреміз осы ойында. Мен ол ойынды миллион рет ойнаған, бір рет емес, даже күнінде ойнайым. Біз тұршын емес, жоға кеттік. Жоқ, я, дұрыс екен. Осы видеоға осыншама лайк пен просмотрын бәрін жинап тастасаңыздар, 99 күн орманда видео шығады.
біз қалаға кетіп қалыптық. Бұрылыс жерлер бір түрлі. Мына парковкаға қоюды айтсаңшы сен. Қазір мы здесь дейді. Ана 1.8-ден түсіріп алу керек только. Түспеді. Ура! Бұлар бізге 917 теңге берді. Нормально шығар. 917. Машинадан түсет тұр. Енді машина сатып алып көрейік. Бизнес компания істейміз. Построить офис, чтобы начать компанию. Компаниямыздың логотипі қандай болсын? Мен некім осында, если что жазып алыңыздар, Гаух 0011. Біздің компаниямыз бізде жер ғаламшарының ең бірінші компаниясы болып есептелсін деп осылай компаниямыздың логотипін қойдық. Ал біздің компаниямыздың біріншісі соғылып жатыр. Офис начал работать. Уровень 1 разблокирован на 3 новых автомобилей дейді. Бізге еще 100 теңге подаркаға берді. Біз кіріп көрейік. Бізде 3 машина ашылды. Енді біз 3 машинаны сатып ала алады екенбіз. Жұмысшылар ғой по идее, да. Бізде неше жұмысшы бар, қазір көріп алайық компанияда. Бізде бір жұмысшы бар, ода қазір машина жоқ екен. Сен қазір өзің машинаңды бересің. Қазір мен 2000 теңгеге машина сатып алып көрермін. Харолд дегеннен көреміз. Бірінші барлық машинаны таңдаймыз. Біздің машинамыз, мынау машинаны, 3 машинаны даже бірдей екен. Қазір зерттеп шығайық 3 машинаны. Жоқ, керек емес. Мына бірінші машина, бұл біздің перегиот біздік емес па? Жоқ, бұл 127 мен жүреді екен. Мынау 150 мен, ал біздікі 162. Біздікі ең көп екен. Мен соны білдім. Ал бізде мына машиналар ашылды, біздің мына машиналарға ақшамыз жетпейді екен. Сондықтан да біз әзірше адамдар тасы тұрамыз. Қай жерден шығады, не жерден? Қазір машинамызды неға қоямыз да, адамдар тасимыз. 10 жылдыз ақ кеткім кеп тұр шайрақ. Жетпейді. Осылай біз... Мен Майнкрафт білмеймін, бұл жүріп кеткенін қасында отырған Дулат деген біреу өшірді ма? Білмеймін. Әйтер сол Дулат екенін білем. Әйтер Дулат өшірдім екен. Күліп отырсын қараш. Ана жүрмей қалды. 1.8-ден түсіп барадыр. Міне, сөйлемей қаппын ғой. Осылай жүреміз. Бұрыламыз. Поедина қалаға барады. Қалаға емес, жоқ, жақын жерге екен. Өз қала емес па? 1-2 деген жолдыстар дәл алдында шығатын. Менің машинам неқытше жүріп қалды. Оппана. Осылай. Артқа. Ой, бірге түсіп қалды. Ой, үші. Прогресс. Біз 193 теңге беріп 583 метрге. Ал біз неқтардан адам іздейміз. Бізде 2476 теңге бар. Бізге 3000 теңге жинау керек. 3000 теңгеге әлі 600 теңге қақтан табамыз. О, 2. Ура, 2 таптым. Маған ең басы 2 деген жылды табу керек та. Олар сәл көбірек беретін шығар деп ойлаймын. Бұл по-идее қалаға барады. Покупатель дейді. Бұл сатушы ғой. Бұл сатушы по-идее ше. Қалаға бару мүмкін. Төпті жүреміз. Құрылысшыны апаратырым. Құрылысшылар айтпақшы достар көп береді, мен соны білем. Құрылысшылар кәдімгідей көп береді. Яқта полиция тұр. Соғысқа ма? Яқта 1.5x-пен кетіп бара жатырмыз біз. Қазір біз 1.5x-пен көтеріп әдемілеп апарыз. Неге келді ғой? Түсіндім. 1.5x-тен түсіп қалдық, өкінішке орай. Бұл жер торговый центр ғой, мына тұрмыз, жазып тұр торговый центр. Бәсе, покупательдің бәрі сақа келетін. 757 теңге берді құрылысшы. Бізде бұл ура 936 теңге берді. Бізде сонымен 3412 теңге болды. Ал біз... Біз екінші көргенді ашып қойыптық. Еще бізге плюс 3000 теңге береді на офистен. Өте күшті. Бізде 6412 теңге болды. Еще офисіміз екінші көргенге өтті.
кеттік, алдық. Енді достичь скорости 100 км в час. Көрсін түсінбеймін, әйтеуір соны скорості 100-ге дейін жеткізу керек екен дейдім. Қазір біз машина алуға баратын боламыз. Қазір оны жеткізді ондай. Айтпақшы, мынау машинашы. Мынау жетеді. Мынандай сияқты машина. Менде 6412 теңге бар. Сен тегін береді машинаң, тегін береді деп машинаға. 3-ші уровенде. 3-ші уровенде, достар. 4-те бір бәле жұлдызды машина. 3-тен 6. 3-тен 6 деген жұлдызды тегін береді екен. Теп тегін тұр. Бізге 3-те 2 деген жұлдыз жетіп тұр. Мына Нацуни Сиван деген бұл машина қазір біз дейміз. Сен жеме. Бұл жегі 107 дейді. Скоросты 147 дейін барады. Біз бұны алмайыз. Тайода Эмерто дейді. Тайода. Бұл 125. Өздің машинамыздың өзі бір бәлемен жүреді ғой. Қазір ой қатып кетті қазір. Машина бар ма? Достар, мен оралдым. Короче, бізде 6412 теңгеге. Мен телефон вообще қатып кетті, неғып екен білмеймін. Қатып жатыр. Біз өте мықты машина сатып алуымыз керек. 6000 теңгеге бізде келген әдемі машина бар ма екен? Достар, мен 20 теңге машина. Достар, қазір Toyota Emерто дейді. Бұл көріп қойдық. Мына 129, бірақ андайсы. Ой, не қышқа бет бұндай. Маған өзіме 3 жұлдызды ұнап тұр, өте күшті. 4 теңге екен, сатып алды. Ал енді жабай. Сделано. Все, достар. Біз 4 теңгеге мықты машина сатып алдық. Ал осымен, достар, бізде видео аяқталды. Бүгінгі видеода біз өте мықты машиналарды сатып алып, офисімізді 2-ші уровеньге жеткіздік. Ал енді сіздермен болған мен Гаухар Джек каналы, достар, сау болыңыздар. Өнемірек шынан.